Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Қазақстандағы ұлттық қор 5 жыл шығынға ұшырады дейді. Депутат айтқан дерек шындыққа сәйкес келе ме? Ұлттық қор туралы басқа нендей дерек айтты? Бірге зерделейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Құрметті көрермен, тақырыпты бастамас бұрын лайк басып, пікір қалдыр. Бұл әрекет YouTube'тағы басқа да көрермендерге біздің видеоларымызды көруге мүмкіндік береді. Қарапайым халықтың ақшасы қайда кетіп жатқанын ел білсін. 7 қыркүйекте өткен мәжіліс отырысында депутат Аманжан Жамалов мынандай дерек келтірді. К примеру, даже знаменитый норвежский государственный фонд терпит убытки. В первом полугодии 2022 года потери фонда от инвестиций составили 174 миллиардов долларов США. По сути, фонд растерял весь рост, который зафиксировал в 2021 году. Мәжіліс депутатының сөзі рас. Норвегияның әл-ауқат қоры 2022 жылдың бірінші жартысында 1680 миллион норвег кронын, яғни 170 миллиард ақш долларын жоғалтқан. Бұл шығыстың 14%, ал 2021 жылы қор кірісі 1580 миллиард норвег кронына жеткен. Не кіріс 14,5%-ке өскен. Шынымен де Норвегия 2021 жылғы табысынан толық айырылып қалған. Қосымша ақпарат ретінде айта кетейік. Қаржы министрлігі Норвег қорына алғаш рет 1996 жылы аудара бастаса, Қазақстанның ұлттық қоры 2000 жылы құрылған. Енді келесі мәлімдемені талдасақ. 2001 года средняя доходность нашего нацфонда составляет около 3%. Но было как минимум 5 лет, когда нацфонд терпел убытки. Это 2002, 2008, 2014, 2015 и 2018 года. Депутаттың сөзі осы жерде де шындыққа сай келеді. Ұлттық банктың дерегіне сәйкес қор депутат айтқан жылдары шығынға ұшыраған. Қордың 2001 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кірісі 112%-ке жеткен. Яғни 20 жылдағы орта мәндегі кіріс 3,72%, ал 2021 жылғы кіріс 4,21%-ке жеткен.